қолыңды, ыстық болады жүрек ұмытпасаң жолыңды. Айналаң зұлымды, бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды. Білекті бірді, білімді мыңды тексең. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Гранд Ток жобасының жаңа шығарылымы. Шығарылымның жүргізушісі мен Амангелді Айдымырсаханқызы, Гранд мектебінде биология пәнінен беретін ұстазы. Бүгінгі біздің шығарылымызда өте қызықты ақпараттар, мектебіміз жайлы мәліметтер қарастырылатын болады. Ендеше бүгінгі біздің шығарылымыздың жаңа қонағы Гранд мектептер желісінің 11-ші сыныптардың директоры Досымов Елмұрат ағай. Ағай, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ендеше ағай, сізге біздің мектебіміздің білімі жөнінде, көптеген ақпараттар жөнінде бізге бере өтсеңіз. Жақсы, әрине негізі бұл сұрақ ең маңызды сұрақтардың бірі, себебі көрермендерімізге, оқушыларымызға, ата-аналарымызға біздің мектептегі білім беру жүйесі туралы қызық, нәтиже көрсетіп жатуымызға байланысты. Бұл жүйе негізі біраздан бері былай сынаудан өтіп, бұл жүйені таңдауымыздың себептері көп. Ең басты ерекшелігімізден бастасақ, білім беру жүйеміздегі басты ерекшелік бұл балдарға баға қоймау. Баға қоймау. Иә, бұл былай айтсақ, қаншалықты маңызды фактор екенін кішігірім айтып өтейін. Себебі бала баға үшін оқитын болса, нағыз білімді ұмытады. Сол үшін де біз негізгі фактор білім беру жүйеде бағалауды алып тастадық. Яғни балаға мүлдем баға туралы айтылмайды. Оның мақсатымыз не? Сонда кез келген деңгейдегі баланы қабыл алып, оның білімін нығайту. Жаңа мектепте балдардың барлығы басынан сол 5 алу үшін, 4 алу үшін, екпінді болса үздік болуға тырысады ғой. Бізде негізгі мақсат ол емес. Баланың аттестаттағы бағасы ұстаздар да білмеуі мүмкін. Бала тек білімін нығайту үшін тестте деңгейі анықталады. Сонымен сол тест барысында оның білімі артып, оның әрбір көрсеткішінің өсіп жатқанын бақылау сынақтары, әртүрлі сынақтар арқылы анықталып отырады. Өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Ендеше біздің алғашқы сұрағымыздан бастай берсек, Гранд мектебіміздің негізгі қағидасы, немесе концепциясы деп алсақ болады ғой. Тәртіп, тәрбие, білім. Осы концепцияны байланыстырып тұрған не нәрсе? Немесе мақсаты неде, маңыздылығы неде? Соған тоқталып өтсек. Негізі мектепті ашар барысында біз осы салада жүрген мықты елімізде халықаралық деңгейдегі білікті шәкірттерді дайындап жатқан мектептерді зерттей келе, әрбір мектептің өзінің концепциясы бар екенін анықтадық. Концепция дегеніміз бұл идея, ұстаным деген мағынаны береді. Біздің мектептің концепциясы тәртіп, тәрбие, білім деп алдық. Бұл жерде бұл ең маңызды аспектілер, себебі біз дайындап жатқан шәкірттеріміз, оқушыларымыз тәртіпті, тәрбиелі болса ғана білімнің шыңына шығады деп есептейміз. Ал біз тек білімге негізделетін болсақ, тәртіп пен тәрбиені ұмытатын болсақ, жақсы бір сөз бар халқымызда, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сол үшін де бұл концепциясыз біз білімнің шыңына шыға алмаймыз. Мақсатымыз әрине көбінесе жоғары сыныптарды қабылдаған кезде қалыптасып қойған оқушыларды қабылдаймыз. Ол жерде тәртіпті, тәрбиені бірден нығайтамыз, біз нығайттық деп айту орынсыз сияқты көрінеді. Бірақ қолымыздан келгенше, мынау ұстаздарымыздың арқасында қалыптасқан бала болса да, мүмкіндігінше өзгертуге әрекет жасаймыз. Мынау мектепте келді, мектептің ішіндегі ұстаздарға қарай шәкірттеріміз бой түзесе екен. Тәртіп пен тәрбиені алға тартып отырып, білімдерін нығайтсақ екен. Тек мақсат білім беру емес, осы болашақта мықты маман болу үшін оның тәртібі мен тәрбиесі де үлгі болса екен деген мақсат бар. Сол үшін осындай концепция алғанбыз негізі. Өте дұрыс деп ойлаймын, себебі тәртіпке бас иген құл болмайды дейді ғой. Негізі бірінші онда бағана өзіңіз айтып кеткендей, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ендеше біз білім, ғылым деп жатырмыз ғой. Қазір білімнің дамыған заманы. Енді білім мен ғылымды алға тартуда қандай күш жұмсалынады? Жоғары нәтижеге жету үшін біз қандай жұмыстар жүргізуіміз қажетпіз? Негізі осы сұрақ өте маңызды сұрақтардың бірі. Қалай біз өздеріміздің оқушыларымызды ғылымда, білімде озат жасай аламыз? Негізі бұл жерде бір сұраққа жауап бар. Не үшін деген сұрақты қоя білген оқушы
білім мен ғылымда озат бола алады. Ал тәрбие мен тәртіпте не үшін деген сұрақты қоймаған оқушы тәртібі мен тәрбиесі мықты болады. Бұл қалай? Қараңыз, ата ана бұл концепцияда ең маңызды рөл атқарады. Себебі тәртіп пен тәрбиені мектепке келуден алдын олар қалыптастырады. Бұл жанұядан басталады. Ата ананың берген тәрбиесіне ешқашан не үшін деген бала сұрақ қоймау керек. Себебі ата ана өмірлік тәжірибесі бар, ешқандай ата ана өзінің баласына жамандық тілемейді. Сол үшін әрбір берген насихаты ол баланың қасында не үшін деген сұрақ қойылмайды тәртіп пен тәрбиеде. Ал ұстаздың міндеті, мектептегі ұстаздың міндеті әрбір шәкіртті не үшін деген сұрақты қоюды үйрету. Бұл не үшін деген сұрақты қоя білу болашақта оның ғылымда өзінің бір озат болуына, өзінің бір жолын салуға өте ықпал жасайды. Сол үшін біздің мақсатымыз, ойлаймын, қазіргі ұстаздарымыздың да мақсаты, мектептің мақсаты әрбір шәкіртті тәрбиелеп жатқан кезде не үшін деген сұрақты қоя білу. Яғни сондай бір батылдық, бұл не үшін деген сұрақты қоя білуге де күш-жігер қажет. Оған да бір ойланып, ой жүгіртіп, не үшін бұлай болды, бұл құбылыстың түпкі мағынасы не деген сұрақты қоя білу, бұл негізі біраз жетістік болады біз үшін. Енді келесі сұрағымызды бастасақ, 2024-2025 оқу жылындағы біздің көптеген оқушыларымыз жоғарғы оқу орындарының грант иегері атанды. Бірақ QS рейтингі бойынша топ 50-ге кіретін біздің оқушыларымыз жоғарылардың 100% грант иегері атанды. Олардың дайындығы қалай болды? Сол жайында кішігірім тоқталып өтсек. Жақсы. Енді біздің былтырғы жұмысымыздың еңбегі осы оқушыларымыздың грант жеңіп алу арқылы көрінеді негізі. Көп көріп отырған ата-аналардың, оқушыларымыздың, басқа мектептің түлектері, солардың барлығына бұл сұрақ өте маңызды, қызықты деп ойлаймын. Енді былтыр бізде бітіруші 288 оқушы болды. Олардың ішінде 81% жалпы грантқа түсті. Ұлттық қордан, мемлекеттік грантқа түсті. Одан кейін барлықтарыңыздың бір хабарларыңыз бар. Мемлекеттік гранттан бөлек бізде гранттардың түрі көп. Ол әкімдік грант бар, сонымен қатар Қазақстан халық қорынан бөлінген гранттар бар, сосын ректорский грант деп айтылады. Мынау халықаралық қазақ-түрік университеті мысалы түрік квотасын бөледі. Сондай гранттардан бөліп алғандар оқушылармен қосқанда бізде 91% көрсеткішті көрсетіп тұр. Ол өте жоғары нәтиже. Ал енді осы оқушыларымыздан бөлік, жаңа сіздің айтып өткен беделді шетелдік университеттерге түскен QS рейтингі бойынша топ 50-ге кіретін жоғарғы оқу орындарында, мысалы Қытайға бізде 4 оқушы түсті, Ресейге 1 оқушымыз түсті, сонымен қатар Европа 1 оқушымыз түсті. Бұл енді біздің мемлекеттік гранттан да жоғары нәтиже, себебі ол жерге түсу үшін оқушыларымызда ұбт-ның нәтижесіне қарамайды, бірақ талап етілетін дүние бұл жерде IELTS тесті, жаңа сертификатты талап етеді. Біздің оқушыларымыз ұбт-ға дайындық барысында сонымен қатар IELTS-ты бірге алып жүріп, IELTS-тан өте жоғары нәтиже көрсетті. Солардың ең аз жаңағы шетелге түскен оқушыларымыз IELTS-тық көрсеткіші 6,5 болып тұр. Сонымен қатар SAT тестін тапсырғандар бар. Осы тесттердің нәтижесі арқылы біздің оқушыларымыз осындай бір керемет нәтижеге жетіп отыр. Өте күшті. Енді біз айтып жатырмыз ғой, жоғары оқу орындарына оқушыларымыз түсті. Және топ 50-ге кіретін жоғары оқу орындарына түсті. Енді біздегі білім беру жүйесіндегі ерекшелік неде? Оқушыларымыздың барлығы Қазақстанның да жоғары оқу орындарына және шетелдік жоғары оқу орындарына грант қатысып жатыр. Ерекшелігіміз неде білім беру жүйесінің? Енді басты ерекшелігіміз, былай айтқанда біздің мақтанышымыз ретінде, мен ойлаймын, бұл телефоннан тәуелсіздік. Айдын апай, себебі қазіргі жастарымыздың әлеуметтік желіге көп байланған. Бұл TikTok болсын, Instagram болсын, әрбір оқушы жақсырақ біледі өзінің уақытының көп бөлігін немен өткізіп жатқанын. Мектепте 100% деп айтсақ та болады. Енді ата-аналарымыз да хабардар бұдан. Мектептің ашылуынан бастап әрбір оқушы мектеп қадамын аттағаннан телефонын кураторларға өткізеді. Кураторлық жүйе бар бізде. Әрбір куратор осы оқушылардың келіп кетуін қадағалайды,
телефондарын жинайды. Сонымен қатар бұл кураторлар әрбір оқушыға өзінің ағасы әпкесі ретінде қарым-қатынас. Яғни оқушы өзінің басындағы болып жатқан әрбір қиыншылықты, ол отбасында болуы мүмкін, ол сабақ барысында болуы мүмкін. Бала кез келген кураторға оның сұхбаты еркін форматта өтеді. Ол шай ішіп отырып айтылуы мүмкін, я болмаса айсбергке барып мороженое жеп отырып айтуы мүмкін, болмаса киноға барып сұхбаттасуы мүмкін. Ішіндегі бүкіл мәселелерді айта алады. Бұл мәселені шешу екі кісінің мойнында, куратор мен ата-ананың мойнында. Бізде куратор оқушы мен ата-ананың ортасындағы мостик негізі. Көбінесе ата-ана балдар өскен сайын ата-ана мен баланың ортасындағы сұхбат азая бастайды. Баланың ішіндегі болып жатқан дүниені ата-ана хабарсыз болуы мүмкін. Сұхбат азайғаннан кейін, әңгімелесу азайғаннан кейін мәселе туындай береді. Әртүрлі қиыншылықтар туындай береді. Білімге деген құштарлығының сөніп қалуының да себебінің бірі сол болуы мүмкін. Осы кезде куратор ең қатты рөл атқарады. Осы кураторлық жүйе біздің басты бір ерекшеліктеріміздің бірі. Кураторлардың қызметі қаншалықты мықты болса, нәтижеге жетудің басты себептерінің бірі сол болады. Ұстаздар мен оқушылардың ортасындағы байланыс, әрбір оқушы, әрбір ұстазды түсініп жатыр ма? Түсінбей жатса, қосымша сабақ қажет па? Осылардың барлығын жасап беруші, мәселелерді шешуші бізде кураторлар бар. Кураторлар әрбір топқа бір куратор тағайындалып, аптасына олар 1 сағат 20 минуттан 4 рет 5 рет әрбір топпен жолығады, өзінің тобымен. Сонымен қатар бізде сабақтарымыз академиялық сағат деп айтылады. 1 сағат 20 минут, яғни 80 минуттан болады. Мысалы, балдар фильм білім беру жүйесі бойынша өздерінің мамандығына тереңдетіле оқытылып, мысалы, ол болашақта дәрігер боламын деп шешетін болса, биология, химия сабақтары аптасына 1 сағат 20 минуттың 6 ретінен болады. Яғни олардың болашақта тапсыратын тесті осы биология, химия бағытына негізделгеннен кейін біз осы пәндерді нығайта оқытамыз. Сонымен қатар сіздер білесіздер жақсы, мынау тарих, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, ағылшын тілдері бұл жоғарғы оқу орнында ең керекті аспектілердің бірі. Осы пәндерге де тереңдете оқыту біздің негізгі білім беру жүйеміздің ерекшеліктері, нәтижеміздің басты бір кілті деп айтсақ болады. Енді ұстаз деп тілге тиек еттік қой. Бағанадан бері айтып жатсыз, оқушымен де жақсы қарым-қатынас орнататын ұстаз, жоғарғы нәтижені де көрсетуге ыңғайласатын ұстаз. Енді мектептің алға тартушысы ұстаз. Себебі білімді, өнегелі шәкірттің ұстазы өнегелі болу керек. Енді грант мектебі ұстаздарды жұмысқа аларда қандай шарттарды ұсынады, қандай қағидаларға назар аударады? Негізі ата-аналардың да барлық оқушылардың да осы мектепке келіп жатқан кезде қызықты сұрақтарының бірі, ұстаз қандай ұстаз сабақ береді? Ата-ана келеді, сіздердің ұстаздарыңыз білікті ма деген сұрақ қояды. Я болмаса өзіміздің де ұстаздарымыздың арасында осындай сұрақ болуы мүмкін. Ұстаздарды қалай біз іріктейміз? Осы нәрсеге тоқтап өтейік. Біз осы мектеп ашылғалы 3-ші жыл болып жатыр. 1-ші жылы қалай іріктедік, 2-ші жылы қалай іріктедік, биыл қалай іріктеп жатырмыз? Осы туралы кішігірім ақпарат айтып өтсем. 1-ші жылы ашыла сала біз Түркістан қаласынан, Кентау қаласынан білікті, білімді ұбт-ға дайындай алатын біліміне негізделі ұстаздарды жинақтадық. Яғни басты көрсеткіш білімі мықты болса екен, ұбт-ға дайындай алатын қабілетті болса екен деген ұстаздарды жинадық. Бірақ 1-ші жылдың қорытындысы бола жасай келе біз бұл критерияның 100% дұрыс деп айтылмайтын дәрежеге жеттік. Яғни білім ең бастапқы көрсеткіш бола алмайды екен. 2-ші критерия біз 2-ші жылы біліммен қоса маңызды критерия ретінде тәртібі, оның мінезіне қарай критерия қойып, мінезі жақсы, біліміне қарай еще мінезі 1-ші орында тұрды. Тәртібі 1-ші орында тұрды ұстаздардың. Сол критерияларға қарай 1 апта, 2 апта сабақ бергізіп, ол кісінің мінезі қалай екен, балдарымен қарым-қатынасы қалай екен деген 2-ші критерия болды бізде. 2-ші жылы мінез құлқына қарай жұмысты қабыл алдық.
Үшінші жылы біз екінші жылдың қорытындысына келе, білім де тәрбиесі де маңызды, бірақ одан да маңызды аспектті анықтадық, ол махаббат екен. Яғни балаға деген махаббаты болмаса, білім мен тәрбиесі жеткіліксіздік етеді. Сол үшін осы жылы біз балаға деген махаббаты қаншалықты деген сұрақты сұхбаттасуға енгіздік. Ол аспектіні анықтау негізі қиын деп ойлайды көпшілік. Жоқ, негізі оңай. Мысалы, кез келген ұстаздан бізге жұмысқа кіруге келген кезде былай сұраймыз: сіз ұстаздық қызметті атқарып келе жатсыз. Жұмыс өтілі барысында сіз өзіңіздің шәкірттеріңіз туралы атымен оның қандай бір ерекшеліктерін атай аласыз. Олар махаббат қойған шәкірті туралы керемет айта бастайды. Менің осындай Жахангер деген, я болмаса Мақсат деген шәкіртім болған. Өзі сондай бұзық, бірақ сабақты оқыған кезде мен олармен мынандай нәтижеге жеттім. Біз барып олимпиададан мынандай орын алдық. ОБТ-да ол маған 10 балмен келген, мен оны 30-ға дейін жеткіздім. Ол қазіргі таңға дейін маған рахметін айтып, жаңағы хабарласып тұрады. Университеттегі жоғарғы оқу орындағы болып жатқан мәселелерді айтып тұрады деп. Яғни оның өміріне кіріп кеткен ұстаз екенін анықтасаңыз, ол ұстаздың оқушыға деген махаббаты бар екенін анықтауға болады. Яғни осы жылғы біздің мақсатымыз өзіміздің ұстаздарымыздың да, жаңадан қабылдап жатқан ұстаздарымыздың да оқушыға деген махаббатын ояту негізі критерий болып тұр. Ана бір сөздер бар ғой: шәкіртім деген ұстаз болмаса, ұстазым дейтін шәкірт болмас деген. Енді келесі бір сұрағымыз бар, ағай, бір қисынсыз сұрақтар бар екен қаламызда. Грант мектебі оқушыларды бірінші біліммен іріктеп алады. Яғни жоғарғы нәтижелі оқушыларды алады, және содан жоғары нәтиже шығардық деген. Бұл қаншалықты қисынға келетін? Осыған бір нақтырақ жауап беріп, бір нүктесін қойсақ. Әрине, ондай пікір, ондай нелер бар бізде, ата-аналардың арасында, басқа да бір мектеп ұстаздарының, әріптестеріміздің арасында сондай ойлар бар екен. Негізі нәтиже жоғары болған сайын ондай пікірлер болуы мүмкін, әрине. Бұл сұраққа мен былай жауап берейін. Біз мектепке мынау қабылдау кезеңі әрбір жылының соңында басталып, келесі оқу жылының басына дейін болады. Біз әрбір оқу жылының соңында жылда өтетін олимпиаданы өткіземіз. Сол олимпиаданың нәтижесі бойынша ол жерде гранттар, 1 жылдық, 2 жылдық оқу жылына гранттар бөлінеді, 100%, әртүрлі пайыздық көрсеткішмен. Ол олимпиададан өте алмай қалған оқушыларды біз мектепке қабылдамаймыз деп айтпаймыз. Біз барлығын қабылдап аламыз. Іріктеу деген мүлдем жоқ. Кез келген деңгейдегі оқимын деп талпынып келген баланы біз қабылдаймыз. Яғни мектептердегі ең үздіктерді қабылдап алу деген, тек үздіктерді қабылдап алу деген бұл жалған сөз. Қате ұғым. Қате. Мысалы ретінде бір оқушыны айтып кетейін. Былтырғы біздің ең үздік нәтижеміз Айбол 134 балл жинады. Айбол, мысалы, осы нәтижені көрсетіп болғаннан кейін бір апта өткеннен кейін мен Айболмен сұхбаттастым. Мен Айболдың бастапқы нәтижесін білмейтін едім. Айбол, дедім, сіз бізге келген кезде ең бастапқы нәтижеңіз қанша еді? Айбол айтты, мен 64 балмен келдім деп. О, бір шама көтерген екен, ол деген сөз 100%-ға көтерді. 64, тағы да 64 қосып тұр. Сонымен қалай бұл нәтижеге жеттіңіз? Қаншалықты басқа ата-аналарға бұл сұрақ қаншалықты қызық болса, маған да соншалықты қызық. Біздің мектептің ықпалы қаншалықты болды? Біздің ұстаздардың ықпалы қаншалықты болды? Қаншалықты бұл нәтиженің жоғары болуға біздің мектептің рөлі қаншалықты болды деген сұрақ маған да қызық болды. Бұл сұрақты, сұхбатты ешқандай жерде жариялаған жоқпыз. Себебі жеке екеуміздің отырып сұхбатымыз болды. Сол кезде Айбол айтты, мен 64-пен келдім. Келген кезде нәтижемді тез көтерем деген ой болған жоқ менде негізде. Келдім, оқуды бастадым. Бірінші ай өтті, 64 болды. Екінші пас 1 тесттің нәтижесі бойынша менде нәтиже жоғары болған жоқ. Бірақ үшінші тест болатын кезде сіздер стипендия жарияладыңыздар деді. Сол стипендия маған мотивация болды деді. Сонымен мен тест болудан алдын, пас 2-ден алдын Қазақстан тарих кітабын көп оқыдым деді. Тақырыптан да осып кеттім, тесттен алдым, просто дайындалу мақсатында. Сонымен тестке кіріп шыққаннан кейін тарихтан 20-дан 20 жинадым деді. Сонымен Айбол айтты, осы тесттің нәтижесі бойынша
егер мен кітапты көбірек оқысам, осы кітапты жаттап алсам, менің нәтижем өседі екен ғой деген мақсатты қойдым да барлық пәнді осылай оқи бастадым деді. Тақырыпты өтеміз, ұстаздардан сұраймын, түсінбей қалғанда қосымша сабақ қоямын, сөйтіп барлық өткен тақырыптарды қайталап келсем, менің нәтижем уже бірінші тесттің, яғни стипендияға жарияланған бірінші тесттің өзіне мен стипендияға іліндім. 112 балл көрсеттім. Ол кезде 110 балл еді. Одан кейінгі тесттерде стипендияның баллы 115 болды, уже соған сай кеттім. Яғни 100% сеніммен айта аламын, бұл Айболдың сөзі, менің сөзім емес. Сеніммен айта аламын, бұл нәтиже тек осы жердегі мұғалімдердің арқасында деп айтып жатыр. Сол сияқты менде осы біздің түлектердің сөзі арқылы, ұстаздардың, сонымен қатар ата-аналардың пікірі арқылы әрбір нәтиже осы мектептің еңбегі деп сеніммен айта аламын. Енді ынталандыру деп айтып өттіңіз. Енді қазіргі таңдағы оқушыларды тек оқыта беру оқушылардың барлығына 100% ұнамайтыны сөзсіз. Енді бір ынталандыру айттыңыз, сіз стипендия тағайындалу дедіңіз. Ал басқа да ынталандыратындай бізде бар ма, оқушыларды қызықтыратындай, сабаққа, білімге деген қызығушылығын арттыратын? Енді ынталандыру ол ең маңызды аспект. Біз білімнің шыңына бара жатқан кезде ынталандыру мектеп тарапынан, ынталандыру ата-ана тарапынан көп болу керек. Себебі бала талдың жемісін көрсе, соған қарай ұмтылады. Біз оларды ынталандыру арқылы білімнің шыңына шығара аламыз. Енді осы ынталандыруда негізгі аспект, мысалы қазір ұбт қойылып тұр, негізі одан да маңызды аспект бар бізде. Ол кітап оқу. Біз хабарыңыздар 5-6 сыныптар, 5-9-дарға арналған 3-ші корпус. Сонымен қатар осы жерде жоғары сыныптарға арналған корпусымызда барлығында кітап оқыту сабағын енгізгенбіз бірінші жылы. Бірақ ол жерде балдарға қазір телефонда алғаннан кейін кітап оқытуды мәжбүрлеп оқыту өте қиын екен. Біз ол сабақты алып тастадық, себебі балдар мәжбүрлеп оқуға көнбеді. Сонымен ынталандыру мақсатында кітаптарды оқыған балдарға біз тобымен бірге, жаңағы куратормен бірге оларды жаңағы киноға жібереміз. Ол кішігірім ынталандыру. ұбт-дағы ынталандыру нәтижесін көтеру мақсатында біз оларды әр айда стипендия тағайындаймыз. Ол осы жылда Құдай қаласа басталады. Былтыр стипендия 20 000 теңге болды. 10-шы сыныптарға біз меже қойып қойдық. 11-ші сыныптарға меже қойып қойдық. Сол межеге жетсе стипендия алады. Одан бөлек әр жарты жылдық нәтижені қорытындылай келе, ең жоғары прогресс көрсеткен оқушыларымыз, ең жоғары нәтиже көрсеткен ұстаздарымызға да ынталандырулар бар. Осы ынталандыру бұл шетелге алып шығу. Алғашқы топ 50 оқушыны біз бөліп апшамыз. Алғашқы 30-ын, мысалы, осы жақын Азиядағы, мысалы, Өзбекстан, Қырғызстан болуы мүмкін. Бірінші жарты жылдықта былтыры оқушыларымыз жартысы Ташкент, Самарқандқа барса, ең үздік нәтиже көрсеткен 10 оқушымыз Турцияға барды. Осындай ынталандырулар қарастырылған мектепте. Енді негізі стипендия деп айтылып кетті ғой. Қазіргі таңдағы мектеп оқушыларын, қазіргі біздің 10-11-дегі оқушыларымызда бір қызық сұрақ болып жүр. Туындап атқан, биыл стипендия беріледі ме деді. Енді берілетіндігін айттыңыз. Балл шешілді ма? Қанша балдан? Межесі. Енді жылда негізі өзгерістер болу керек. Әрине былтырғы меже сақталмайды. Ол өзгереді. Яғни өседі, балл? Өсуі де мүмкін, төмендеуі де мүмкін. Бұл жерде форматы өзгеше болады. Стипендия міндетті түрде әр тесттің нәтижесі бойынша сақталады. Бірақ 11-лер үшін де, 10-дар үшін де форматы басқаша болады. Оны алдағы уақытта жариялайтын боламыз. Пока бізде оқушыларымыз бірінші тест қана өтті. DAS, PAS 1 өтсін. Содан кейін оның форматын барлық оқушыларға біз айтып түсіндіреміз. Бірақ форматы өзгеше болады. Мен оны өседі деп айтпайын, форматы ғана өзгеретінін айтып қалдырайын. Жақсы, рахмет көп. Енді тағы да бір пікірлер бар екен, қалыптасып кеткен қаламызда. Біз баламызды, немесе оқушылар біз мектепке барамыз, тіркелеміз, мектепке кіреміз. Болды, біз қанша жерден төмен оқысақ та, болмаса
тәртіпті бұзсақ та мектептен шығарылмаймыз деген. Бұл расында да рас ақпарат па, жоқ әлде мектептің өзіндік тәртіп бар ма? Заңдары бар ма? Бар. Ішкі қағидалар, ішкі тәртіп бар. Біз әрбір баланы қабылдап жатқан кезде ата-ана арасында, мектеп арасында келісім шарт бар. Осы келісім шартта барлығы айтып көрсетілген. Негізі мектепте оқушыларды шығару тәртібі қарастырылған алгоритмі. Енді осы кезге дейін, биыл 3-ші жыл болатын болса, 1-ші жылы біз 12 оқушыны мектептен шығарғанбыз. Былтыры 15 оқушыны мектептен шығардық. Мектептен шығарған әрбір оқушы ешқайсысы білімі төмен болған үшін шыққан емес. Негізі сұхбатымыздың басын концепциядан бастадық. Мектептің концепциясы тәртіп, тәрбие, білім. Маңыздысы тәртіп пен тәрбие. Егер бала тәртібі, тәрбиесі жақсы болса, мектептен шықпайды. Сол үшін де біз шығудың бірінші себебі тәртібі мен тәрбиесі сәйкес келмесе, ол ата-анамен сұхбаттасу арқылы, баламен сұхбаттасу арқылы оның тәртіп тәрбиесін біз дұрыстай алмайтынға көзіміз жетсе, ол кезде ата-анамен сұхбаттасып, ол оқушы мектептен шығарылады. Яғни бұл пікір орынсыз. Орынсыз. Ендеше біздегі келесі ең маңызды аспект ата-ана, мұғалім және оқушы. Осы бір үш ұғым нені байланыстырады? Және де тағы кішкене айтып өтсем, бізде яғни балалары енді ұбт-ға бара жатқан ата-аналар бар. ұбт жайында ақпараттарды білмейтін, танысы емес ата-ана бар. Оларға не айтып өтесіз? Ата-ана қандай байланыс орнату керек? Оқушы, мұғалім үшеуінің арасында не маңызды ақпараттар болу керек? Қарастырылатын жайттар. Ең маңызды бүгінгі сұхбатымыздың қаймағы деп айтсақ та болады. Ата-ана біздің үшбұрышымыздың шыңында тұрған. Үшбұрышымыздың шыңында бала тұр. Бірақ екі іргетасында оқытушы, екінші басында ата-ана тұр. Бұл концепция ең маңызды, себебі үш тұлға бірігіп жұмыс істемесе, біз нәтижеге жете алмаймыз. Тек ұстаз әрекет жасаса, нәтиже болмайды. Тек ата-ана әрекет жасаса, нәтиже болмайды. Осы үш кісі бірігіп қана нәтижеге жете аламыз. Енді дұрыс жас ата-аналар бар. Я болмаса белгілі бір уақыттан бері білім саласында қызмет атқармай жүрген ата-аналарымыз бар. Ол ата-аналар осы ұбт тапсыратын кезде балдарымен бірге ұбт тапсырады. Ол кезде қандай алгоритм болу керек? Ең маңыздысы, ересек балдарға біздің 10-11 сыныптың балдары қалыптасып қойған балдар. Оларға ата-ана тарапынан сұхбатшы керек, яғни дос керек. Олар сұхбаттасып, оларды ұрысқанда пайда жоқ. Олар қырсық қалады. Ең маңыздысы олармен сөйлесе білу керек. Ішіндегі мәселелердің барлығын шығара білу керек. Мына ұбт тапсырып жатқан кезде қысым көрсетпеу керек. Ең басты ата-аналардың кететін кемшілік, мысалы, екі құрбы баласын біздің мектепке әкеледі. Біреуі биология химия таңдайды, біреуі ағылшын дүниежүзі таңдайды. Мысалы, дейік, ағылшын дүниежүзі таңдап жатқан бала 100 жинап жатыр. Биология химия жинап жатқан бала 60 жинап жатыр. 60 жинап жатқан ата-ана баласына қысым көрсете бастайды. Сен менің құрбымның баласынан төмен жинап жатсың. Не үшін сондай жинамайсың? Не үшін сен одан жоғары жинамайсың? Мен сені сонша уақыттан бері осыншама қосымша сабақтарға бердім ғой деп. Негізі екеуінің таңдау пәнінде айырмашылық көп. Биология химияның ерекшелігі бөлек, ағылшын дүниежүзінің ерекшелігі бөлек, олардың гранттағы түсу балының ерекшелігі бөлек. Баланың қабілетінің де ерекшелігі бар. Қабілеті бар тағда. Бұл нәрселерді ата-ана ескермейді. Ал ең ескеру керек болған аспект. Барлық ата-ана жақсы біледі. Мысалы, бір үйден, бір жанұядан 4 бала болса, 4 бала 4 түрлі болады. Төртеуі 4 түрлі ерекше болады. Бір анадан, бір атадан туылған бала 4-еуі 4 түрлі болатын болса, біз қалай басқа отбасыдағы баламен оны салыстырамыз? Салыстыру қате ұғым дейсіз ғой? Қате ұғым, мүлдем салыстырмау керек. Енді бұл салыстырмау керек деген сөз, талап қоймау керек деген сөз емес. Талап қою керек, бірақ орынды талап. Баланы жарға итерудің қажеті жоқ. Мен осы жылы, бітірген жылымыз, 24-25 жылы физика пән мұғалімі болдым. Осы жылы менде 30-ға жауық оқушылар бітірді.
осы жылы мен как физик мұғалім үшін маған өте ауыр жыл болды. Айдын. Мен сізге бір ішімдегі сырымды айтайын. Не үшін ауыр болды? Біз барлық оқушыларды ОБТ-да шыққан кезде күтіп аламыз, қарсы аламыз. Барлығымыз сондаймыз. Менің оқушыларым барлығы жылап шықты. Маған үшін ауыр. Ауыр, өте ауыр тиді. Бірақ мен ауыр тигенін оқушыларыма көрсете алмаймын. Себебі олар мені көріп, менің мұңайғанымды көріп, мен оларды ұрсатын болсам, олар одан қатты ренжиді. Мен не істедім? Олардың барлығын күліп қарсы алдым. Мен оларды қанаттандыруға әрекет жасадым. Дәл осы әрекетті ата-анада жасау керек. Не үшін жасау керек? Себебі әрбір бала ата-анасын өте қатты қуантырғысы келеді. Себебі ата-анасы оған үміт артты. Құдай қаласа менің балам жоғарғы оқу орнына түссін деп осы жерге алып келді. Бала қолынан келсе, ең жоғары нәтиже жинауға әрекет жасайды. Ол да 140 жинағысы келеді. Ол да 120 жинағысы келеді. Ол да ата-анасы мақтанған қалайды. Бірақ әртүрлі аспектілер бар. Өзінің қабілеті бар. ОБТ-дағы құралған комбинацияның қиындығы бар. Осы жылғы нәтиже бойынша, анализ бойынша сіз көрсеңіз болады, физика, математика Қазақстан бойынша ең төмен жинаған. Рейтингте, иә? Рейтингте. Бүкіл пәндердің комбинацияларының арасында физика, математика ең төмен жинаған. Алдыңғы жылы, яғни 23-24 жылғы физика, математика комбинациясы бойынша математика мұғалімі ең жоғары балл болады бізде. Сол жерде 125-тен грантқа түскен. Биыл 106-дан бастап түсіп тұр. Ол деген сөз бұл пәннің күрделілігін көрсетеді. Менің жылап шыққан оқушылардың барлығы өздерінің қалаған мамандығына түсті. Бірақ ата-ана оны қуанып қарсы алды ма деген сұрақ. Олар мен сияқты осындай қиыншылықтарды түсініп қабылдай алды ма? Жоқ. Көпшілігі оларды ұрысты. Негізі қазіргі жастарымыз өте ақылды. Олар бұл жауапкершілікті сезініп тұр. Менің оқушыларым тесттен шыққаннан кейін ата-ананың алдына шыға алмады ғой. Олар жылады. Мен қалай мамамның көзіне қараймын дейді. Яғни ата-анасының алдындағы таза бейнесін көрсетуден қорқты. Негізі бұл нәрсені көрсетуден қорқудың қажеті жоқ. Ата-анасы оны кез келген жағдайда қолдайтынын білу керек. Мен қалай оларды қолдасам, ата-анасы менен артық қолдау керек. Осы бір тарапта ата-ананы қолдауы маңызды. Ең маңызды. Ең маңызды. Бір оқушыларым болды, олар нәтижені ата-анасына мүлдем айтпаған екен. Бір күні нәтиже шықты. Менің физмат таңдаған оқушыларым 100% грантқа түсті. Бір ата-ана келді, рахмет айтуға. Осы тамыз айының ортасында біз жұмыс қарқынды жүріп жатқан кезде Елмұрат ағай, сізге рахмет айтуға келдім. Сонымен қатар мен қызымды әкеліп тұрмын 10-шы сыныпқа. Ұлымыз енді грантқа түсті. Білесіз бе, мен бірдеңе сізге айтайын деді. Мен баламның нәтижесін грант шыққаннан кейін білдім деді. Қалай десем, балам маған басқа нәтижені айтыпты. Грант шыққаннан кейін нәтиже, тест жаңағы неге хабарландыруға шығады ғой. Сол кезде нәтижені көріп, балам сен балың сондай болды ма деп сұрасам, иә деп айтты деді. Сосын мен ата-анаға айттым. Білесіз бе, не үшін жасырды дедім. Сіз балаңызды дедім, таза бейнесін көруге дайын болмағаннан кейін, таза балды айтудан сізден қорқыпты балаңыз дедім. Қараңыз дедім, егер сіздің балаңыз грантқа түспей қалса не болар еді дедім да. Қуанайық, әрине грантқа түсіпті дедім. Түспей қалса не болатын еді? Бұл өте өкінішті жағдайға дейін баруы мүмкін. Ол суицидқа кетіп қалуы мүмкін да. Сол үшін бұндай жағдайлардан қорқу керек. Ата-ана осы ең маңызды сәтте баланың жанында табыла білу керек. Барлық осы 2 жыл бойы 10-шы сыныптан алып келетіндер бар. 11-ден алып келетіндер осы 1 жыл бойы баланың қасындағы бүкіл көңіл күйін, бала төмен жинап қалса, не үшін төмен жинағанын, не үшін деген сұрақ қоймай білу керек қой ата-ана. Оны қалай біледі? Ол ата-ана, мұғалім, бала мынау үшбұрыш дұрыс жұмыс деген кезде ғана жақсы біледі. Күнделікті сабағы қалай болып жатқанын, қайсы пәннен үлгерімі қалай болып жатқанын, мұғалім қаншалықты бұл балаға дұрыс қарым-қатынас жасап жатқанын біліп жатқан ата-ана баласының ОБТ-да қанша жинайтынын жақсы біледі.
80-90 жинап жүрген баланың ұбт-ға барған кезде 140 жинамайтынын ата-ана жақсы біледі. Сол үшін баланы басынан ата-ана қолдау көрсете бастайды. ұбт-дан шыққаннан кейін жобамен қанша жинайтынын біледі, басқа балдармен салыстырмайды. Сол баланың қолдауы оған дұрыс мотивация бере бастайды. Білеміз, барлық ата-ана баласының мықты болғанын қалайды. Олардың жоғарғы оқу орындарына, ең үздік жоғарғы оқу орнына түскенін қалайды. Барлығымыздың мақсатымыз сол. Бала да соны қалайды. Бірақ оған түсу жолында көп қиыншылықтар шығады. Бірінші қиыншылық баланың қабілеті. Бала бір жылда 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін бүкіл материалды меңгере ала ма? Ол өте қиын сұрақ. Меңгерген жағдайда бала ұбт-ға дейін мынау таудың шыңына шыққан күйінде бола ма, или шыңына шығып түскен күйінде бола ма? Мысалы қараңыз, бала ұбт нәтижесі бойынша, мынау бізде пробный нәтижелері бойынша 130-ды январь айында, яғни қаңтар айында жинап қойса, ол біз мамыр айына дейін, нағыз ұбт-ға дейін 130-ды сақтап тұру қиын болады. Сол үшін осы күш-жігерді нәтиженің шыңына шығу уақытында дұрыс есептеу керек. Дұрыс сұхбатпен, осы оқушымен бала қарқынды оқып бара жатқан кезде оларды тоқтатып тұру керек. Егер ол шыңына ерте шығып қоятын болса, нағыз ұбт-ға барған кезде шыңнан түскен жерде барып қалуы мүмкін. Я болмаса, шыңына жетпей тұрып ұбт-ға кіріп қалуы мүмкін. Сол үшін осы нәрсені, нәтиженің шыңына шығу кезеңін ата-ана ұстазбен ақылдаса отырып, балаға насихат беру арқылы ең дұрыс нәтижеге қол жеткізе алады. Сол үшін мен ойлаймын, осы үштіктің ең маңызды рөлі ата-анада, екінші маңызды рөлі ұстазда, үшіншісі бұл бізде шәкірттерде. Ол шәкірт қазір осы ата-ана мен ұстаз дұрыс қарым-қатынаста болатын болса, шәкіртті дұрыс бағытқа бағыттай аламыз деп ойлаймын. Енді ата-ананың қолдауы маңызды деп жатырмыз ғой. Осы жерде мамандық таңдауда ата-ананың ықпалы қанша? Бізде кейбір оқушылар бар, ата-анасы таңдап берген мамандық бойынша оқып жатқандар бар, өзі мамандық таңдай алмай жатқан оқушылар да бар. Осыған бір тоқталып өтсек. Негізі баланы осы жоғары сыныпқа барған кезде ата-ананы қинайтын сұрақ осы. Көп ата-аналар өзінің орындалмай қалған мақсатын, арманын баласынан көреді. Сол болса екен, менің балам дәрігер болса екен. Мен өзім дәрігер болуды армандадым, бірақ әртүрлі себептерге байланысты бола алмадым, бірақ мен баламды дәрігер қыламын. Бірақ баласы дәрігер болғысы келмейді. Ол дизайнер болғысы келеді. Я болмаса ол программист болғысы келеді. Бірақ баласына басынан айтады: балам, сен дәрігер боласың, дәрігер боласың. Бала ата-анасының үмітін ақтағысы келеді. Бірақ қызықпағаннан кейін әрбір қиыншылық, пәніндегі шыққан қиыншылықтар нәтижені төмендетеді. Ынтасын сөндіріп тастайды. Сонымен нәтиже шықпайды. Нәтиже шықпағаннан кейін ата-ана бірінші кезеңде бұл сұрақты кеп мектеп басшылығына қоя бастайды: не үшін нәтиже жоқ? Балам тәртіпті, балам оқиды, білімге бұрыннан құштарлығы бар, бірақ қарқынды осы бағыт бойынша оқуды бастаған кезде бала қиыншылықтардан ынтасы сөне бастайды. Сол кезде бізде бұл мәселені шешуге куратор көмектеседі. Куратор ата-ана мен баланың ортасында жаңа көпір болу керек. Баланың ынтасы, нағыз ынтасы, қызығушылығы не екенін біліп, ата-анаға өте керемет күйде жеткізу керек. Сол кезде ғана бала нағыз өзінің қалаған мамандығын таңдап, нәтижеге жете алады. Ал енді мүлдем қызығушылығы қайсы бағытта екенін анықтай алмаған оқушыларға ше, ата-анасы баланың өз еркіне қалдырған кезде қалай болады? Ол кезде бізде мынандай бір алгоритм бар. Осы тамыз айы бойы біз балдардың барлығына еркін топ ауыстыруға мүмкіндік береміз. Кез келген бағытқа кіріп оқи аласыз. Бір апта физмат бағытын оқыңыз, бір апта биология химия бағытын оқыңыз, бір апта гуманитарлық пәндерді оқып көріңіз.
қайсы пән сізге қызықты болды, қайсы пәнге сіздің қабілетіңіз жақсы екен, соған байланысты психологпен сөйлесіп көріңіз. Бізде психологымыз профориентация, яғни мамандыққа бағдарланған сұхбаттар жүргізеді. Қажет болса жеке, қажет болса топпен, қажет болса ата-ана, оқушы, психолог сұхбатында форматында жүргізіледі. Осы формат арқылы біз балаларға бағыт-бағдар береміз. Рахмет көп. Мына нәрсе бар ғой, қандай маман иесі болсаң да, сол мамандығыңды сүйіп жұмыс жасау. Болашақ өзіңнің қолында деген секілді. Ағай, сізге көп рахмет. Мектептің білім жүйесі, мектептегі тәртіп, тәрбие, ұстаз, шәкірт туралы, ата-ана туралы барлығын толық қамтыдық. Енді соңғы бір қорытынды сұрақты қойып өтсем, яғни осы оқу жылында қандай мақсаттарыңыз бар, қандай жоспарларыңыз бар? Мүмкін қызықты да, әлі айтылмаған да дүниелер бар шығар. Негізі жоспарлар көп. Болашақта әрине біз әрбір өзіміздің шәкіртіміз осы елімізге, халқымызға қызмет етсін, адал қызмет етсін деген мақсатымыз. Осы мақсатта біз осы концепцияны таңдағанбыз. Тәртіп, тәрбие, білім. Жоспарымыз алдағы уақытта әрине бұл мектебіміздің көркеюі. Осы білім жолында қандай да біз не жасай аламыз екен, форматтарды нығайту. Жылда жаңа бір форматты енгізуге әрекет жасаймыз. Мысалы, осы жылдың ерекшелігі бізде көбінесе кураторларға мүмкіндік беріп жатырмыз. Кураторларымыз оқушылармен көп сұхбаттасса екен. Форматы еркін түрде. Яғни кураторларымыз сабақ өту емес, кіріп шай ішіп отырса да болады оқушылармен. Еркін форматта. Қажет болса сабақ өтсін. Қажет болса басқа бір мұғалімді, жаңағы математикадан группа ақсап жатқан болса, математик мұғалімді әкеп қосымша өткізсін. Одан бөлек форматымыздың ерекшелігі ұстаздарды қадағалаған түрде саябақтарда, әртүрлі бір мынау музейде сабақ өту форматын енгізіп жатырмыз. Сыртта, еркін форматта. Бұл осы жылдағы жаңалығымыз. Енді жоспарлар көп. Жоспарымыз алдағы жылдар бұл бірінші кезеңде өзіміздің мектепте мынау SIT емтиханына дайындау. Яғни бұл шетелге түсу оқушыларымыздың санын арттыру мақсатында. Сонымен қатар шетелге түсу үшін бізде IELTS керек. Осы жылдан бастап біз қазір бір білім беру орталығымен келісімшарт жүргізіп жатырмыз. Осы нәтиже көрсету мақсатында оқушыларымыздың IELTS тапсырып, тек осы ағылшын дүниежүзі таңдаған оқушыларымыз емес, сонымен қатар басқа бағытта таңдаған оқушыларымызда IELTS тапсырып, Назарбаев университеті сияқты, сонымен қатар шетелдік беделді жоғарғы оқу орындарына IELTS тапсырып түсуге ықпал жасау мақсатында IELTS-ті енгізуді жайлап жоспарға енгізіп жатырмыз. Осы оқу жылында ол да болып қалуы мүмкін. Осындай бір жаңалықтар бар, осындай жоспарлар бар. Алдағы уақытта әрине мақсатымыз тек білімді күшейту, тәртіпті күшейту, білімді шәкірттеріміздің санын арттыру мақсат болып жатыр. Ағай, бүгінгі сұхбат үшін сіздерге көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Бұйырса оқушыларымыз, шәкірттеріміз шыңның биігінде көріне берсін. Рахмет. Құрметті көрермендер, сонымен бүгінгі біздің Grand Talks жобамыз өз мәресіне жетті. Келесі шығарылымда кімді көргілеріңіз келеді? Астына пікір қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі шығарылым ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Баршаңызға рахмет. Бізбен болғандарыңыз үшін рахмет. Күйдіріп алма қолыңды, ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолыңды. Айналаң зұлымды, бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды.